Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух. Құрметті шеберлерім, қалай жағдайларыңыз? Мен бүгін ұлыма үйде киіп жүруге арналған жылы лапша трикотаждан тігілген жай штаны тігудің жолын көрсететін боламын. Егер каналымда бірінші рет болсаңыз, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыз. Ендеше кеттік. Ең алдымен кез келген пижама шалбарына қарап, осындай екі балағын қиып алдым. Ешқандай өлшем керек емес, сол өзінің киіп жүрген шалбарына қарап қиып алатын боламыз. Сөйтеміз де ең бірінші аяғының балақ жағын ауына дейін оверлокпен тігіп алдым. Бұл маталардың ерекшелігі сол, әрі жып-жылы, ыңғайлы, жуғанда да ешқандай да бір баланың денесіне жұмсақ болып тұратын болғандықтан осы трикотаждан тігуді жөн санадым. Bir жағы қыс болғаннан кейін гамаждар өте аяқтарына жабысып тұрады, ыңғайсыздық тудырады, жабысып қалады. Қан айналымын кішкене тежейтін болғандықтан кішкене кеңдеу болып тұрсын, әрі шалбардың ішінен де киесін, немесе үйде ойнағанда киіп жүрсін деп осындай жай әшейін қарапайым штан тігіп бердім. Маған 1 метр мата кетті. Ол 1 метр матадан мен екі ұлыма екі дәл осындай штаны тігіп бердім. Үйге киіп жүруге арналған. Екеуінде өздерінің пижамаларына қарай пішіп алдым. Енді осылай екі балағын бірі оң, бірі теріс қылып ішіне кіргізіп алғаннан кейін ауын тігіп аламыз. Сөйтеміз де белін өлшеп алған резина бойынша беліне резинасын тігеміз және балағына қайырамыз. Мен етегін және белін оверлоктаған жоқпын. Өйткені тігісі қалыңдау болып кетуі мүмкін. Сондықтан бір жағы бұл трикотаж матасы оверлокты қажет етпейді шын мәнісінде. Өйткені сетінеп, бұндай жалбырап, жіптері шығып кетпейді. Сондықтан бірден машинкамен тіге бердім. Ең алдымен екі ортасын тауып аламыз, шалбардың және резиналардың. Сөйтіп, резинамызды тартып отырып, штанға екеуін қосып шығамыз. Яғни қондырамыз. Бірінші резинаны матаға қосып тігіп аламыз. Сөйтеміз де осы жерді резинамен қоса матасын бүктеп, тағы да бір тігіс жүргіземіз. Бұл кезде біздің резинамыз ары-бері жылжып кетпейді. Жалпы штанның резинасын тігудің тәсілдері өте көп. Жеке бөлек басқа матамен соның ішіне орнатып барып тігуге де болады. Спортивный шалбарлар сияқты. Не болмаса жай әшейін тігіп алып, ішіне резинаны өткізіп қоюға да болады. Бірақ та мен резинам балам беліне дәл келетін болғандықтан, ешқандай ойланбастан бір жағы белінде резинасы айналып кетпей тұрақты тұру үшін бірден резинаны осылай тігіп тастадым. Балағын 2 сантиметрге қайырдым. Бұндай өте оңай жолмен шалбар тігу сіздің де қолыңыздан міндетті түрде келетіндігіне сенімдімін. Жақындарыңызды менімен бірге қуантыңыз. Сіздермен бірге болған шебер Перизат. Және комментарийға келесі де қандай бұйым тігуді қалайтындарыңызды жазып кетіңіздер. Ассаламу алейкум.